Сәлем достар, менің аты жөнім Әсем Әлмұхамбет, және бүгінгі видеода мен сіздерге керемет мүмкіндік туралы айтқым келіп отыр. Яғни бұл Америка Құрама Штаттарының бұрынғы президенті Барак Обаманың бағдарламасы, және де егер де сіз осы бағдарлама арқылы таңдалып алсаңыз, сіздің алдыңыздан керемет мүмкіндіктер ашылады. Ол дегеніміз Нью-Йоркта 9 ай бойы тұру, және де сіздің бүкіл шығыныңызды өтейді. Ал ол үшін қандай құжаттар керек, және құжат қабылдау қашан басталады, жас шектеулері бар ма, осы және де басқа да маңызды сұрақтарға осы видео барысында жауап беремін. Сондықтан да видеоны міндетті түрде аяғына дейін тыңдаңыз, өте маңызды ақпараттан қалыс қалмау үшін. Және де видеоны бастамас бұрын міндетті түрде осы видеоға лайк басып, және де каналға жазылыңыз. Бұл маған да стимул береді, ары қарай жалғастырып, сіздер үшін көптеген ізденіп, көптеген мүмкіндіктер туралы айту үшін, және де сіздерге де бұл керемет мүмкіндік. Сіз менің YouTube каналым арқылы бүкіл әлем бойынша білім алу, іс-тәжірибеден өту, және де тағы да басқа көптеген мүмкіндіктерді білетін боласыздар. Сондықтан да каналға жазылып, қоңырауды басуды ұмытпаңыз. Ал егер де сіз дайын болсаңыз, біз бастаймыз. Бұл бағдарлама туралы қысқаша айтып өтсем, бұл Columbia University World Project аясында жүзеге асады. Егер де сіз осы бағдарламаға таңдалып алынатын болсаңыз, онда сіз Америка Құрама Штаттарының топ университеттерінің бірі Колумбия университетінде 9 айлық академиялық, тәжірибелік және көшбасшылық дағдыларыңызды дамытатын керемет осындай бағдарлама. Бұл бағдарламаның мақсаты жалпы әлем елдерінен өзінің қоғамда өзінің тұратын елінде көшбасшылық қасиеттерімен көзге түскен, керемет жобаларды жасап жүрген, немесе сондай бір идеясы, ойы бар бір жобаны жасауға, қоғамда оң өзгерістерді орнатсам деген ойы бар, сондай мықты көшбасшыларды жинап, оларға сол өзінің идеяларын, жобаларын, өздерін жалпы тұлғалық даму арқылы жүзеге асыру үшін көмектесетін осындай бағдарлама. Енді бұл бағдарламаның талаптарына тоқталайық. Бұл сізге барлық білімді, тәжірибені барлығын береді. Сіз ол білімді, тәжірибені, нетворкинг бәрін жасағаннан кейін өзіңіздің еліңізге оралып, және де сол алған біліміңізді, тәжірибеңізді Қазақстан қоғамының дамуына үлесіңізді қосуыңыз керек. Бағдарламаның осындай талабының бірі сол, яғни өз еліңізге қайтып келу. Бұл бағдарламаға 45 жасқа дейінгі адамдар қатыса алады. Және де бұл бағдарламаға қатысу үшін сіздің ағылшын деңгейіңіз өте жоғары деңгейде болуы керек. Себебі бұл жерде барлығы ағылшын тілінде өтеді. Сіздің жазба, тыңдау, сөйлеу деңгейіңіз ағылшын тіліндегі өте жоғары болуы керек. Және де сіз оны дәлелдеу үшін арнайы экзамендер тапсырасыз. Сізге 4 экзамен беріледі, соның бірін ғана тапсырасыз. Өзіңізге ыңғайлысын таңдау құқығы сізге берілген. Олар IELTS, TOEFL, PTE және де Duolingo. Осы төртеуінің бірін сіз тапсыруыңыз керек. Егер сіз ресми тіл ағылшын тілі емес елден шықсаңыз, Қазақстан әрине ресми тіл ағылшын емес болғандықтан осы экзамендер сізге міндетті болып саналады. Мәселен, егер IELTS тапсырамын десеңіз, сіздің балыңыздың нәтижесі 7 болу керек. Ал егер TOEFL тапсыратын болсаңыз, онда TOEFL-дың 2 түрі бар, бұл internet-based and paper-based. Егер сіз internet-based тапсыратын болсаңыз, онда сіздің нәтижеңіз 100 болу керек, ал paper-based болса 600 болу керек. Ал егер де жоқ, мен IELTS тапсырғым келеді, немесе TOEFL тапсырғым келеді, мен PTE тапсырамын десеңіз, онда сізді 68 жинап шығуыңыз керек. Duolingo тапсыратын болсаңыз, 120 жинап шығуыңыз керек. Қайталап айтам, сіз бұның төртеуінде тапсыруыңыз керек емес. Бұл сізге 4 тек не беріледі, таңдау беріледі, IELTS, TOEFL, PTE немесе Duolingo. Соның бірін таңдайсыз да сол арқылы тапсырасыз. Әрине, егер де сіз бұдан төмен жинасаңыз, жаңағы мен жоғарыда айтып өтірген балдан төмен, сіз тапсыра аласыз, бірақ бұл сіздің құжаттарыңызды қарайтынына ешқандай кепілдік жоқ. Сондықтан да менің сіздерге кеңесім осы қажетті балды жинап, қанақ барып, құжаттарыңызды тапсырыңыз. IELTS, TOEFL, Duolingo немесе PTE-нің сертификаты беріледі. Сізге ол жерде қанша бал, оның барлығы жазылған. Бұл сертификат 5 жылға жарамды. Сол себепті егер де сіз осыдан 5 жыл бұрын осы экзамендердің бірін жинап, бірін тапсырып, және де өзіңізге осы жоғарыда
айтылған нелерді балды жинап шыққан болсаңыз, онда сол сертификатты өткізе аласыз. Бірақ ол 2019 жылдың шілде айынан төмен болмауы керек. Осы 2019 жылдың шілде айында бастап тапсырған болсаңыз, онда сол сертификатты сіз жібере аласыз. Егер осы бағдарламаға сізді таңдап алатын болса, онда сіз қандай игіліктерге ие боласыз, соған тоқталып өтейік. Ең алдымен сіз Колумбия университетінде түрлі семинарларға, түрлі шараларға қатысасыз, және де жылына 2 рет 2 магистранттар оқитын курсты таңдайсыз. Және де бұл оқу шығынының барлығын бағдарлама өзі көтереді. Және де сіз Қазақстаннан Америка құрама штаттарына және керісінше Америка құрама штаттарына Қазақстанға әуе билеттерін төлейді. Сонымен қатар сіз Колумбия университетінің жанында орналасқан толық жиһазы барлығы бар, жағдай барлығы жасалған студияда тұрасыз, және де ай сайын сізге стипендия төлейді. Сонымен қатар сіздердің медициналық сақтандыру, тіс, өмірді сақтандыру секілді нелерді сақтандырудың барлығын өтейді. Және де ең маңыздысы, сіз бұл Колумбия университетінде оқисыз. Бұл Америка құрама штаттарының топ университеттерінің, ең мықты университеттерінің бірі болып саналады. Сондықтан да бұл өте, сөзінің басында айтып өткендей, тамаша мүмкіндік. Егер де сіз осы бағдарламаға таңдап алынатын болсаңыз, онда сіз өмір бойы осы бағдарламамен байланыста болуға мүмкіндік туады. Сонымен қатар бұл әлем елдерінен келген түрлі көшбасшылық несімен көзге түскен, бір оң өзгеріс жасауға талпынып жүрген мықты мамандармен сіз танысасыз, солармен араласасыз, сөйлесесіз. Бұл керемет нетворкинг. Енді қандай құжаттар керек, қандай құжаттар тапсырасыз, осыған тоқталып өтейік. Ең алдымен сіз түйіндеме жібересіз. Менің өз тарапынан сізге айтар кеңесім, мен өзім Америка құрама штаттарында 2 жыл магистратурада оқыдым, тегін білім алдым. Сонда өзімнің тәжірибеме сүйене отырып, сіздерге мына нәрсені айтқым келіп отыр. Түйіндемені жіберген кезде ол жерде жасыңыз, ұлтыңыз, отбасын құрғансыз ба, құрмағансыз ба, бұл ақпаратты түйіндемеге қосудың қажеті жоқ. Бұл түйіндемеде және де барлығы мен осы жерде жұмыс істегенмін, менің міндетім осындай болған деген емес. Сіз сол жұмыс орнында қандай жетістіктерге жеттіңіз, қандай нәтиже көрсете білдіңіз, олар үшін сол маңыздырақ. Сол себепті түйіндемені жасаған кезде соған мән беріңіз. Мәселен, сіз бір жұмыс орнына бардыңыз, жұмыс орнына барғаннан кейін сіз ол бәлкім бір жобаны алдыңыз, ол жоба осындай жетістіктерге жетті, ол жоба осындай қаралым жинады, немесе тағы да басқа осындай жетістіктерін жазып өтіңіз. Сол кезде өтімдірек болады. Екінші, бұл сіз 3 минуттық видео түсіресіз, сол жерде өзіңізді таныстырасыз, өзіңіз туралы айтасыз, және бұл 3 минуттық видеоны сіз YouTube-қа салып, одан кейін сілтемесін жібересіз. Және де барлық құжаттар бұл онлайн тапсырылады. Сіз онлайн тапсырғаннан кейін ол жерде эссе болады, эссенің сұрақтары болады. Сол сұрақтардың барлығына жауап бересіз. Сонымен қатар сізге 2 ұсыныс хат беріледі. Ұсыныс хатта да мен өзімнің тарапынан сіздерге бір кеңесім бар. Ұсыныс хатты жазған кезде бізде көбінесе бір құрмақтау, құрбос сөз, мәселен жауапкершілігі мол, көшбасшылық өзінің несімен, қасиеттерімен көзге түсіп жүрген деген сияқты құрбос сөздер көп жазылады. Бұндай бағдарламаларға тапсырған кезде сіз міндетті түрде әрбір сөз фактімен бекітілуі керек. Мәселен, сізді біреу ұсыныс мінездеме беріп жатқан кезде көшбасшы деп айтты ма, онда ол көшбасшылықты өмірден бір мысал келтіріліп жазылу керек. Мәселен, сіз бәлкім оқу орныңызда немесе жұмыс істеген жеріңізде бір бағдарламаның бәлкім жобаның жетекшісі болған шығарсыз, бәлкім сіз бір бастық болған шығарсыз. Және де ол тек қана сол жерде бір жетекші бастық болып қана қоймай, сіз керемет бір нәтижеге жеткен шығарсыз. Сіздің командаңыз, сіздің жетелеген нелеріңіз, тобыңыз бір керемет көрсеткіш көрсеткен болар. Сондықтан да соны мысалға келтіріп жазу керек. Мен оны керемет көшбасшы деп ойлаймын, себебі ол осындай жобаны оған тапсырдық, ол барлығын уақытында және керемет осындай нәтижемен бізге осылай нәтиже көрсетті деген секілді мысалдармен, фактілермен бекітілу керек әрбір сөз.
Егер де ол құр жаңағы мақтау сөздер болатын болса, ол өтімді болмайды. Соны да міндетті түрде ескеріңіз. Енді осы құжаттарды бір шолып өтейік. Ол қысқаша айтатын болсақ, бұл түйіндеме, сіздің өзіңіз туралы видео мәлімдемеңіз. Ол құжаттардың барлығы онлайн тапсырып жібересіз. Сонымен қатар эссе болады. Ол эсседе өзінің сұрақтары бар, сол сұрақтарға жауап бересіз. Және де мен жоғарыда айтып өткен экзамендардың бірін тапсырып немесе бар болса, сол бар ненің сертификатын жібересіз. 2 ұсыныс хат, міне осындай құжаттар қажет. Ал енді бұл құжаттарды қашан тапсырам деген заңды сұрақ туындайды. Жалпы 2025-2026 жылға арналған оқу жылы бұл жабылды құжат қабылдау. Сіз енді келесі жылға 2026 жылға құжат қабылдау 2025 жылдың күз айында басталады. Ал нақты уақытын ол болашақта олар жариялайтын болады. Сондықтан да осы бағдарламаға қатысам десеңіз, соны дедлайны қашан нақты ашылатынын қарап жүріңіз. Және де егер де сіз 2026 жылға жоспарлайтын болсаңыз, менің өзім тарапынан сізге кеңесім, дайындықты қазірден бастаңыз. Себебі бұл құжаттардың барлығын жинау уақыт алады. Ағылшын деңгейіңізді көтеріңіз. Сонымен қатар, егер сіз мысалға IELTS-тан 7 алуыңыз керек болса, сіз бір тапсырғаннан ол нәтижеге жетпеуіңіз мүмкін. Сондықтан да оған сізге тағы да уақыт керек болуы мүмкін. Жақсылап дайындалып, қайтадан тапсыру қажет болады. Сондықтан да осының барлығын ескеріп, алдын ала өзіңізге жоспар құрып, 2025 жылдың күзінде міне құжат қабылдау басталды деген кезде құжаттарыңыздың барлығы дайын болып жіберетіндей болғаны абзал. Мен өзім Нью-Йоркта 9 ай бойы 1 жылға жуық тұрдым. Сондықтан да өзім тәжірибеме сүйене отырып айтарым сіздерге, бұл шынымен де Нью-Йоркта тұру, оқу, бұл керемет мүмкіндік. Бұл сіздің өміріңізді көп жақсы жаққа өзгертетін, сіздің өзіңіздің тұлғалық дамуыңызға оң әсер ететін керемет мүмкіндік деп айтар едім. Себебі сіз Нью-Йорк бұл қайнап жатқан өмір, ол жерде баратын, көретін жерлерде өте көп. Сондықтан да бұл мүмкіндікті қалт жіберіп алмаңыз. Егер осы бағдарламаға қатысып сіз таңдалып жатқан болсаңыз, бұл сізге өмірлік тәжірибе болатынына сенімдімін. Сіз сол жерден әлемнен келген, түкпір-түкпірінен келген көшбасшылармен байланыс орнатасыз, білім аласыз және Нью-Йорк сияқты үлкен қалалардың бірінде тұру мүмкіндігіне ие боласыз. Барғаннан кейін менің сіздерге өзімнің кеңесім, үйде отырмаңыздар, барынша көруге, баруға, адамдармен араласуға, танысуға ашық болыңыздар. Себебі ол жерде Нью-Йоркта расымен де сізді көретін, баратын жерлер өте көп. Бұл сіздің ой көкжиегіңізді кеңейтетініне де сенімдімін және де бұл тұлғалық дамитыныңызға расымен де өте керемет мүмкіндік. Сондықтан да бұл мүмкіндікті жіберіп алмаңыз. Ал мен сіздермен қоштасатын уақыт жетті. Видеоға лайк басып және де каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Ал келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.